Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт. Сабақтың тақырыбы 13-15 ғасырдағы Қазақстан және Моңғол дәуірі. Бірінші сұрақ бізде Шыңғыс хан мемлекеті және ұлыстардың құрылуы. Шыңғыс хан мемлекеті 13 ғасырдың басында Темучин барлық моңғол тайпаларын біріктіріп, 1206 жылы ұлы құрылтайда Шыңғыс хан деген атақ беріледі. Яғни оның шын есімі Темучин, оған Шыңғыс хан деген атақ беріледі. Шыңғыс хан империясы әскери феодалдық сипатта болды. Билеу жүйесі қатал әскери тәртіпке негізделді. Әскери ондық, жүздік, мыңдық, түмендік жүйеге бөлінді. Және оның ұлы яса жасақ заңдар жинағы қабылданды. Жорықтарына келер болсақ, Қытайға, Цин және Сун әулеттеріне, Орталық Азияға, Хорезмге және Шығыс Еуропаға жорықтар жасады. 1219-1221 жылдар аралығында Шыңғыс хан әскері Қазақстан мен Орта Азияны бағындырды. Отырар апаты осы кезде орын алды. Ұлыстардың құрылуы: Жошы ұлысы, Шағатай, Үгедей, Төле ұлыстары, яғни өзінің бәйбішесінен туылған 4 баласын арнап 4 жерді бөліп берді. Жошы ұлысы бізде Қазақстанның солтүстік батыс бөлігі және Дешті Қыпшақ даласы, ал Шағатай ұлысы бізде Жетісу мен Орта Азия, ал Үгедей ұлысы ол батыс Моңғолия мен Алтай жері болса, ал Төле ұлысына бізде орталық Моңғолия болды. Бұл ұлыстар уақыт өте келе дербес мемлекеттерге айналды, яғни Алтын Орда, Ақ Орда, Шағатай ұлысы тағы басқа. Екінші сұрақ: Алтын Орда мемлекетінің тарихы. Ноғай және Ноғай ұлысы. Алтын Орда бізде Жошы ұлысының негізінде Батый хан құрды. 1242-1256 жылдары хандық тақта отырған Батый құрды. Алғашында Моңғол империясының құрамында болса да, 1260 жылы кейін дербес мемлекетке айналды. Және он тақта отырған бізде Берке хан, Өзбек хандар отырды. Берке хан өз тұсында толық тәуелсіздік ала алды, ал Өзбек хан өз тұсында мемлекетте толықтай ислам дінін жариялады. Алтын Орда 14 ғасырда күшейіп, Қырымнан Еріске дейінгі жерді қамтыды. 14 ғасырдың соңынан ішкі алауыздықтар басталып, Куликова шайқасында 1380 жылы Мамай орыс әскерінен жеңіледі. Әмір Темірдің жорықтары 14 ғасырдың соңы Алтын Орданы әлсіретеді. 15 ғасыр ортасында біржола ыдырап, оның орнына Қазан, Қырым, Астрахан, Ноғай ордасы және Сібір хандықтары құрылды. Ноғай ордасына келер болсақ, 14 ғасырдың ортасында Алтын Ордадан бөлім шығады. Құрылуына Едіге би үлкен рөл атқарады, ал Едіге би бізде 1396 мен 1411 жылдар аралығында 15 жылдай уақыт билікте болған. Астанасы бізде Сарайшық қаласы, халқы Маңғыт, Арғын, Қыпшақ, Қоңырат, Тама, Алшын тағы басқа тайпалар құрамында бар. Қазақ хандығымен тығыз байланыста болды. Этникалық және жақындығы өте күшті болды. Келесі сұрақ бізде Моғолстан және Ақсақ Темір жорықтары. Моғолстан бізде 14 ғасырдың ортасында Жетісу мен Шығыс Түркістан жерінде құрылды. Алғашқы ханы бізде Тоғылық Темір 1348 бен 1362 жылдары тақта отырды. Ол исламды нығайтты, яғни ислам дінін нығайтты. Ел бірнеше бөлікке бөлінді. Дулат әмірі Қамар ад-Дин Жетісуды Еңке төре Іле мен Тарбағатайды иемденді. Ішкі феодалдық тартыстар жиі болып тұрды. Ақсақ Темірдің жорықтары, яғни 14 ғасырдың 70-80 жылдары Ақсақ Темір, Әмір Темір Моғолстанға 10-нан астам шабуыл жорықтар жасады. Нәтижесінде ел әлсіреп, уақытша Темірдің ықпалында болды. Қызырқожа 1385-1399 жылдары тақта болған Қызырқожа хан Темірге вассалдық танытты. 15 ғасырдың басында Мұхаммед хан тұсында 1408-1418 жылдары Моғолстан біршама күшейді, бірақ бұрынғы қуатына жете алмады. Тарихи маңызына келер болсақ, Моғолстан кейін Қазақ хандығының құрылуына ықпал еткен және мүмкіндік берген мемлекеттердің бірі. Жетісу аймағын қазақ рулары қоныстанды. Төртінші сұрақ Әбілхайыр хандығы жайлы. Әбілхайыр хандығы құрылуы жайлы айтар болсақ, 15 ғасырдың басында Ақ Орда әлсіреген соң билік Шайбан әулетіне шыққан Әбілхайыр ханның қол астына өтеді. Әбілхайыр хан бізде 1428-1468 жылы билікте болды, яғни Шығыс Дешті Қыпшақты осы уақытта билеп, Әбілхайыр хандығы бізде 40 жыл өмір сүрген. Әбілхайыр хан кейде
әбілқайыр хандығы кейде көшпелі өзбектер мемлекеті деп те аталды. Саяси тарихы жайлы айтар болсақ, әбілқайыр Сырдария бойындағы қалалар үшін күресті, және одан соң жергілікті руларды бағындыру үшін үздіксіз жорықтар жүргізді. 1446 жылы сығанақты басып алып Астана етті. Дегенмен ішкі қайшылықтар өте көп болды. 1468 жылы қазақ хандығын жою үшін жорық жасап бара жатып, әбілқайыр хан қаза тапты. Тарихи маңызына келер болсақ, әбілқайыр хан өлген соң оның мемлекеті ыдырап, көптеген тайпалар керей мен жәнібектің бастаған тайпалар қазақ хандығына өтті. Осылайша қазақ хандығының күшеюіне тарихи жағдай жасады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.